Ассалаумағалейкум достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің атым Нұрбақыт және бұл видео обзорда алтын, күміс, криптовалюта, биткоин, альткоин, эфириум, олардың капитализациясы, психологиясы, акцияларды талдайтын боламыз. Сол себепті осы видео обзорда бастамас бұрын міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, кері байланыс қалдырып кетіңіз және де жақсылап көріп, мұқият тыңдап қарап шығыңыз. Осы жолы достар, видео обзорда биткоиннан емес, алтыннан бастағым келіп тұр. Себебі білесіздер, мен 16 октябрь күні Reels обзорында және сол октябрьден бастап ескертіп келудемін, алтын бізде бір унциясы 4600-5000 долларға жетеді деп. Енді, как видим, білесіздер, алтынның бір унциясы 5500 долларға дейін ұшқанын, даже 5600 долларға дейін жетті, ал қазір 4895 долларда жапты. Айды жапты и сразу же аптаны да 3 күндік таймфреймді, күндік таймфреймді де солай жапқан еді. Енді достар, мен не дегім келеді? Қазір толық разбирать ететін боламыз. Так, осыға қоямыз, чуть-чуть камера өзгертеміз, осылай жақындатып аламыз әдемілеп. Ал енді кеттік достар. Барлық цель орындалды. Енді мен обычный графикті ашқым келеді. Алтынның, допустим, осы. Бізде мұнда мынандай нәрсе бар. Окей, мұнда қарап көрейік. Бір айлық таймфрейм. Бір айлық таймфреймде біз не байқаудамыз? Мен осындай жирный закреплениені байқап тұрмын. Өте жақсы. Поэтому скором времени келе жатқан айдағы, яғни февраль айының басында болатын. Мне кажется, с большой вероятностью ондай манипуляция орын алады. Яғни алдағы болатын манипуляцияда мен лонг қарап көруге сіздерге кеңес берер едім. Конечно же, бұл жерде бірнеше фактор рөл ойнайды. Ну, во-первых, бізде банановый рост болып жатқан еді. Банановый рост тоқтау үшін осылай болды. Ал сіздер білесіздер, банановый росттан кейін бізде не болады? Әрине, достар, әрине. Так, мынаны осылай қоямыз. Осылай қоямыз. Даже осылай передвигать етсек те болады. Банановый росттан кейін бізде кішігірім коррекция болады, либо же консолидация болып, дальше росты жалғастырады. Но в любом случае барлығы бір нәрсеге исход болады. Яғни и консолидация, и коррекция да ол бізде болуы шарт. Банановый росттан кейін. Поэтому бізде кешегі күні, оның алдыңғы күні алтын бізде коррекция алуда, особенно кешегі күнді қарайтын болсақ, бізде сразу минус 15%-ға дейін коррекция алған еді. Поэтому до этого айтып өткендей, осындай бір коррекция болған кезде жаңа көрсетемін сіздерге ссылкадағыдай. Мен лонгты қарар едім. Ал бір апталық таймфреймге қарайтын болсақ, бізде өкінішке орай жаман көрінеді. Поэтому бұл жерде бізде больше всего шартовый сценарийді қарауға тұрарлық болып тұр. В общем, бізде мынандай екі сценарий бар. Но точнее айтқан кезде мынандай бір жақсы сценарий менің басыма келіп тұр, который осы февраль айында орын алуы мүмкін. Міне коррекция бізде тағы да кішігірім болады. И осылайынан өсіп қайтады и обратно осылайынан міне осындай бір движение болады примерно. Боковик, короче говоря. Бұл бірінші вариант. Екінші вариант. Так. Екінші вариант ол бізде қалай? Ол бізде кішігірім ғана бір коррекция алды да резко осылайынан өседі и дальше осылай бізде коррекция алуы мүмкін. Ох, ё-моё, бәрін бұзды ғой мынау. Басынан. Опа, осылайынан қарай. Оп, ох, ё-моё, қайтадан басынан. Осылай и примерно осылай. Көреміз. Скорее всего, мне кажется, бірінші сценарий больше всего орынды секілді. Яғни осы басында құлайды. Потом бізде өседі. Обратно бізде кішігірім коррекция орын алады. Бірақ бұл бізде достар ұмытпаймыз. Бір айлық таймфреймде екенін. Так что бұл отработкасы ұзақ болуы мүмкін. Ал егер неге өтетін болсақ, күміске. Күміс бізде тоже самый аналогично келеді. Естеріңізде болса, күміс бойынша мен сіздерге банановый рост жайлы айтып ескерткен едім. Бірақ ол кезде бізде күмістің бағасы, конечно же, 103 доллар тұрды. Потом бізде 120 долларға дейін өсті. Но зато самое главное мен сіздерді ескерттім. Абайлаңыздар достар, банановый рост ешқандай нәрсеге невозможный банановый рост бола беруі. Коррекция болу мүмкін деп ескерткен едім. Действительно бізде коррекция алды және бұл коррекция өте ауыр тиді көп адамдарға. Ол бізде минус 37%-дай коррекция алды. Соңғы рет 46 жыл бұрын ондай коррекция болған еді 1980 жылы. Сол кезде бізде күміс бір күннің ішінде 50%-ға, даже 60%-ға құлаған еді. Ал қазір бізде тағы ситуация орын алуда. Не үшін ондай ситуация орын алды? Давайте осыны разбираться етейік. Неге алтын мен күміс резко бір күннің ішінде қатты құлады? Ал криптовалюта мен акциялар олай қатты құламады. Себебі 29 қаңтар күні Дональд Трамп пост салған еді. Мен
алтын мен күмісті сатып аламын және алуға ең идеальный уақыт деп айтты. Внимание, достар, 29 қаңтар күні, ол бізде мына күні максимумда тұрған кезде пост салды и дәл ертесі күні қатты құлатты. Адамдарды қырып салды. Себебі бұл манипуляция ғой, достар. Дональд Трамптың өзі солай пост салып тұр. Это значит, что мен разгружаться етемін деген сигнал. Ол ақмақ емес қой, мен қазір ұша саламын деген сигнал емес қой. Көп адамдар, возможно, скорее всего, солай қабылдады, дәл ұшып береді. Ойбай, Дональд Трамптың өзі айтып жатыр деп. Жоқ, ол тұрды, солай пост шығарды, одан бөлек тағы да позитивный жаңалықтар шықты. Мысалға, Роберт Кийосаки секілді, JP Morgan Chase сияқты, Goldman Sachs сияқты сондай бір крупный компаниялардың өздері алтын бойынша прогноздарын көбейтті. $10,000, $20,000 дегенде қуып шайып кетті. И, конечно же, Дональд Трамптың осылай пост салуы вообще идеально кетті. Бұл бізде грамотный манипуляция, достар. Екіншіден, ФРС главасы, яғни төрағасы бізде Пауэлл еді. Пауэлл көкеміз жұмысынан босатылды. Оны уволить етемде бірнеше рет ескертті. Целый круглый год бойы Дональд Трамп. И действительно оның орнына басқа біреуді қойды. Және бұл, конечно же, адамдар үшін непонятка, особенно крупный капиталдар үшін, которые 500, 200, 100, $50 миллиард осындай құндық металларды ақшасын сақтайтындар үшін бұл непонятка. Дальше не болады? Новыйдан біреу келіп, может, косячить етеді дегендей тема ғой, түсініңіздер ғой, а? Ладно, бәрі түсінікті деп ойлаймын сіздерге, достар. Ал енді біздің, как обычно, биткоинімізден бастаймыз. Биткоин бізде не болуда, не нәрсе орын алды и не күтуге болады. Соңғы видео обзорда ескертіп өткендей, YouTube'тағы, давайте сначала ода қарап өтейік. Бізде мында шарттовый не бар дедім, осыған жетіп бізде Так, бұл бізде индекстікі. Тогда бізге индекстікін ашу керек. Биткоин индекс. SMA-ны қосамыз, 21 деп тұр. Естеріңізде болса, мен айтқан едім, осыған жетіп бізде коррекция алу мүмкін, реакциясын алу мүмкін деп ескерткен едім. Так что абай боламыз деп. Бірақ бізде оған жетпей сразу же коррекция болды. Өкінішке орай, өте жирны болды. Айтпақшы, бұл бізде бір апталық таймфреймде ғой. Вот. Бір апталық таймфреймде. Мне кажется, мынау что-то дұрыс емес сияқты. Moving average. Бұл бізде simple moving average. Мынау дұрыс емес что-то, достар. Мынау ЖБ дұрыс емес значение. Мынау, скорее всего, осы жерде тұру керек шамамен. Неважно, хорошо, осының аймағына жетіп, бізде қазір коррекция алуда, до этого видео обзорда ескертіп өткендей, өкінішке орай, және бұл бізде медвежий рынокқа кішігірім сигнал болуда әбден мүмкін. Это вполне реалистично, достар, это вполне реалистично. Бұл, конечно же, жаман. Бұл жаман сигнал. Ал айлық таймфреймге келетін болсақ, бізде одан төмен закрепление алып жатыр, как видим. Так что алдағы уақытта биткоиннен не күтуге болады. Давайте қарап разбирать етіп өрек. Мынау бізде керек емес нәрсе. Мынаны біз аламыз, өше саламыз условно. Мынаны біз условно өшеміз, мынаны өшеміз. Өшіреміз. Бізде мынандай минимум бар, осы минимумда, скорее всего, с большой вероятностью бізде обновить етеді. Но хотя мына жерде бір ключевой уровеньге келіп обновить етсе, вообще шикарный болушы еді, көре жатармыз енді. Атак бізде биткоин дәл қазір боковикте деп те айтуға болады. Міне мына жақтан бастап длительный боковикте, ноябрьдің 21-нен бастап осы боковик басталды. Және әлі күнге дейін созылды. Бұл бізде уже целый 2 айға созылып жатқан боковик деп айтуға болады, я. Даже, мне кажется, одан да көп. Джипс бір күн, я. 2 айдан да көп. 2,5 ай. 2,5 айға созылып жатқан боковик. Вот енді осы жолы, міне былай деп айтуға болады. Міне мынау бізде аккумуляция. Қайтадан мен сіздерге қазір айымды сызайын деп жатырмын, достар. Міне. Мынау бізде міне аккумуляция болған жері. Ал мынау болса бізде манипуляциясы. Міне мынау бізде манипуляциясы орын алуы керек. И допустим, расширение $100,000 қарай. Давайте $100,000 ровно бейліп қойықшы. Вот. Примерно, это возможный сценарий. Ну, надеюсь, хотелось бы. Но не факт, что ол нәрсе орын алатыны и ондай нәрсе болуы. Бірақ мынау минимумнан төмен закрепление жасайтын болсақ, ал менің қазір сызып жатқан нәрсем соған келеді, өкінішке орай осы болуы мүмкін. Әрине, ең маңыздысы бұл жерде мынау минимум. Надеюсь, бұл минимумды обновить етіп дальше өсіп кете салады. Осылай бізде не болып, Наяқтағы манипуляция, наяқтағы бізде дәл расширение орын алып, ала қаласа. Көреміз енді. Примерно осындай бір сценарийді басында ұстап тұрмын.
Локально қарап өтетін болсақ, локально бізде мынандай қызыл свеча орын алды, одан бұрын үлкен қызыл жирный свеча бар, с большой вероятностью. Мне кажется, мына жерге қайттан келетін болса, осы жердегі ключевой уровень реакциясына алуы мүмкін. Хотя көре жатармыз. Ну, мне кажется, по-любому реакциясына алуы шансы жоғары. Ал егер эфирумға өтетін болсақ, өкінішке орай бұл жерде мен бұл жақта не деп айтып өттім эфирумға қатысты. Давайте, бірге тыңдайық. Тарелім, если оған желетін болса, 3000 ауыз доллар дегенде, например, я почему бы нет. Мына жерде біз треугольникті байқаптымыз, мынандай бір треугольник орын алған. Ну, как раз осы бір теңге ғой, 3100 бір бәле, 3060 осы жел. Мен мына жақтан бір лонговый движение тәжіп алғасын көрер ед. Мен лонговый движениеден қарар едім дедім, бірақ та мына жерде бізде жесткий коррекция кетті, и өкінішке орай бізде фейковый рост болған, манипуляция болып саналыпты, хорошо. Но эфирум бізде тоже боковикте, дәл биткоиндағы сценарий бұл жерде. Особо талқылайтын нәрсе көріп тұрған жоқпын. Тура биткоинның сценарийін қайталауы мүмкін. Мынау лойды, возможно, бізде обновить етеді, дальше расширение болу дегенде, яғни нақтылап айтып өтетін болсам. Осылайынан. Вот условно. Енді бұл білмеймін енді, 4000 доллар ключевой уровень сопротивлениеге дейін өсу шансы қаншалықты жоғары екенін мен айта алмаймын нақты. Но возможно. Басымызда осында бір сценарийді сақтап отырған абзал болады. Мына жерде бізде коррекция болады, примерно міне осы тұрған минимумға дейін. Міне. Енді барлық нәрсе аккумуляция, манипуляция, расширение бола бермейді. Көреміз енді, возможно, бізде реаккумуляция болып қалуы мүмкін кейбір жерлерде, ну, білмеймін, манипуляция глубже болуы мүмкін. Так что басында бір осындай сценарий бар. Көреміз. А вдруг, міне, А, Б, С. Осы коррекция болады А, Б, С. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 деп 50-тің волнасы кетіп қалады, Биткоин доминациясына келетін болсақ, достар, биткоинның доминациясы бізде әлі де бір орында, түк айтпаймын бұл жерге. Ал жалпы капитализацияға келетін болсақ, өкінішке орай бір айлық таймфреймде бізде чуть-чуть жаман деп айтқан едім. Өкінішке орай, и действительно бізде қазір коррекциясын алуда мына жерге дейін восстановление жасады. Якобы и осы ключевой уровень поддержка все-таки бізде пробой болды. Тор самый тотал 2, тотал 3-ке де келетін болсақ та бізде барлығында бір сценарий, достар, мәне. Өкінішке орай, естеріңізде болса, бір айлық таймфреймді ашып көрсеткен едім. То же самый линкке де қатысты. Линкте де ашып көрсеткен едім. Ой, ё-моё. Линк деген криптовалюта естеріңізде болса, мен салған едім видео обзорда. Өкінішке орай жаман деп бір айлық таймфреймде. Так что, ну, честно айтайын, достар, білмеймін, что они задумали. Вот альткоиндардың командасы не нәрсе ойлағаны маған белгісіз. Но тупорылый деп айтсам болады командасы. Себебі адамдарда уже масс adoption жоқ, нарратив жоқ ешқандай криптовалютада. Адамдарда интерес жоқ криптовалютаға. Адамдар шаршап кеткен, разочарование болуда. Ал қандай разочарование болуда? Қазір бұл уже психология, достар. Жалпы алтын, күміс, сонда құнды металдар және де фондовый рынок бізде өсуде, особо құламай жатыр. Сол себепті адамдарда относительная депривация болуда. Яғни не деген сөз? Блин, может қазір криптовалюта нарығынан шығамын да барып алтын, немесе күміс, немесе акциялар сатып алып сол жақта ақша тапқан намного выгодно шығар дегенде адамдарда относительная депривация болуда. Бұл сонда термин, достар, яғни адамға сондай бір фома, но сен фома нақта бір мүмкіндікті өткізіп жатсың, лучше қазір саған шыққан дұрыс дегенде сондай фейковый саған сезімді алып келетін нәрсені относительная депривация деп атайды, достар. Ол нәрсе нормально, это вполне нормальный нәрсе. Көбінесе бұл трейдерлерде кездеседі. Мысалға, сен бір сделкада отырасың, лонг аштың, допустим, алтыннан, ал ана жақта күміс болса жақсы кетуде. Блин, может, алтыннан емес күмістен ашуым керек дегенде, сондай бір ойлар келіп жатады ғой. Сол секілді типа, достар. Поэтому менің ойымша білмеймін. Егер альткоиндардың командасы действительно альткоиндарды скамить етуге шешім қабылдаса, олар давно уже скамить ететін еді. Мысалға тура Луна секілді. Қазір сіздерге көрсетем Лунаның графигін, и сіздер түсінесіздер. Как это может быть? Яғни қалай скамить етуі мүмкін? Қазір соны нақты көрсетіп демонстрация жасайтын болам.
Да ладно, неге мына жақта бізде загрузка ұзақ болып қалды? В общем, вот, міне, дәл осы секілді всего лишь бір-ақ күннің ішінде осылай құлата салу мүмкін минус 99%-ға. Либо же FTT USDT деген бар, бізде FTX биржасының криптовалютасы. Бұл биржа бізде уже не существует давным-давно, и дәл сол секілді, мысалы, $20 или даже $30 сразу $0 дейін жоқ қылып тастайтын еді. Тура Luna, FTT сияқты, иә. Тағы да басқа скам криптовалюталар өте көп, но егер скамит етсе, олар осылай бір-ақ күннің ішінде скамит етіп жасай салатын еді. Бірақ олар скамит еткен жоқ әлі скамит етіп жатқан жоқ. Любой бір криптовалютаны ашып қарайтын болсақ, мысалға APT USD деген, иә. Графигін қарайтын болсаңыздар, бұл вообще шыққан кезде $9 болды, минимумы $3 болған еді, потом $20 дейін өсті. Мен осы жерден $4 сатып алып, $18 сатып ақша таптым. Мына жерден мен $5-6 сатып алып, мына жерден мен $16 саттым. Мына жерден тағы сатып алып, қайтадан саттым дегендей. Енді мына жақта мен кішігірім сатып алдым, осы $4 шамасында, и қазір ол минус $1-3 дейін құлап жатыр. Мен енді бүкіл котлетаға сатып алған жоқпын. Сөздің шыны, мен де қазір минустам, но куда он катится, жоқ жерге кетіп жатыр. Конечно же, адамдарда қорқыныш тудырады. Конечно же, как будто на командасы скамит етіп жатқандай көрінеді. Но, честно айтайын, если бы олар скамит етсе, осылай жирный жасыл свечаның орнына жирный бір үлкен қызыл свеча салғаны намного проще болар еді, иә. То же самое любой графикті қарайтын болсақ. Поэтому, достар, менің ойымша бұлар скамит етпейді, и с большой вероятностью менің ойымша осы жолы разочарование не нәрседен болуда. Разочарование относительно депривациядан болуда. Яғни адамдарға фомо сатқызып жатыр да. Яғни қалай олар фомо сатқызады? Крипто проекттер әдейі криптовалюталарды өткізбей, оларды құлатып жатыр, пассивно құлатып жатыр әдейіге. И адамдар алтын, күміс, акция секілді нарықтағы активтердің өсіп жатқанын бақылап, олар фомо ұстайды. И содан адамдар разочарование болады. Неге криптовалюта сатып алдым дегенде? Менің ойымша, с большой вероятностью осы психологический разочарование больше всего орынды және орын алуы мүмкін деп ойлаймын. Ал егер акция нарығына өтетін болсақ, бізде $7000-ға дейін келген еді S&P 500, бірақ одан коррекция алды. Теслаға келетін болсақ, до этого айтып өткенде сіздерге бұл бізде консолидацияда особо ешнәрсе өзгерген жоқ. Ал Nvidia-ға келетін болсақ, бұл бізде кішігірім коррекциясын алды. $170-ден $177-ден қалады, қазір қайтадан көтерілуде. То же самое, мысалға, қалғандарын қарайтын болсақ, мынау Palantir, мен сіздерге айтқандарым шартовый деп, действительно бізде қазір шартовый болуда әлі де. Особо ешқандай айтарлық нәрсе жоқ. Бұл енді бізде технически қарайтын болсақ, допустим, Nvidia-на қарайтын болсақ. Ох, ешкінгі, Nvidia-ның графигін деп қойған. Мына жақта акциясını ашамыз. Nvidia бізде не деп айтуда? Nvidia бізде қазір не болуда? Капитализация $4.6 триллион. 0,02% береді екен. EPS бізде 4 дейді, бұл көрсеткіші 47 көп екен чуть-чуть. Окей, Palantir түсінікті. Amazon ше, допустим, Amazon. Қарап көрек ал, қандай бізде показателерлер бар? Ну, нормально, пока что особо қатты перегреті деп айта алмаймын. Apple бізде бір орында тұр, тоже нормально, особо перегреті деп айта алмас едім. Условно, я. Мысалға тағы қандай графиктер бар еді бізде, қандай компаниялар бар еді, мына жерде бізде Amazon айтпақшы, Amazon логотипін өзгертіп қой, ничего себе, мен енді байқадым. Netflix, анау-мынау Netflix бізде құлап отыр екен, мен байқап тұрмын. Ладно, окей, акциядан особо ешқандай өзгеріс жоқ. Бұл жерде уже бізде больше всего фундаменталды өзгерістер орын алмаса, а так особо технический и фундаментальный нәрселер көріп тұрған жоқпын, байқап тұрған жоқпын. Жалпы достар, сіздерге бұл моменттердің барлығы түсінікті деп ойлаймын. Бұл бізде жарты сағатты 40 минуттық ұзақ созылатын видео обзор емес, осындай мнение по рынку, конкретно криптовалюта нарығы бойынша психологиясы, алтын, күміс бойынша және де акция бойынша кішігірім сіздерге ұнады деген ойдамын, пайдалы болды деген ойдамын. Алла қаласа сіздерге мол табыс тілеймін, конечно же. Егер осы видео обзор қазақ тілде ұнатса, онда міндетті түрде кері байланыс қалдырып, лайк, комментарий, тіркеліп кетіңіздер. Менің Instagram және Telegram каналыма тоже подписаться етіп кетуді ұмытпаңыздар. Және осы видео обзорды таныстарыңызбен, достарыңызбен жіберсеңіздер, оларға пайдалы болатынына сенімдімін. Ал келесі видео обзорда амандықта көріскенше ликвидация алып жүрмейміз.